Қайырлы күн достар, менің парақшама қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Менің парақшама тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бізге жаздық салат икра жасап көрсетемін мен бүгін сіздерге. Өте сулы, су қосудың қажеті жоқ. Өте дәмді болып шығады. Бізге қажетті 3 дана баклажан, 2 дана сәбіз, 2 дана пияз, қызана және де чеснок. Алдымен осының барлығын туралап, сәбізді үккіштен өткізіп, қызып тұрған майымызда чеснокты 2-3 минут қызарғанша қуырып аламыз. Үстінен баклажанымызды салып, баклажанды да қыздар 2-3 минут қуырғанның өзі жеткілікті. Баклажанды 2-3 минут қуырып болып, үстінен пиязымызды саламыз. Пиязымызды жақсылап қызартып, 2-3 минуттай қуырамыз. Ол пиязымызды қуырып болғаннан кейін үстінен сәбізімізді салып, сәбізді де 2-3 минуттай араластырып, қатты отта қуырып аламыз. Осылай барлығын араластырып қуырып болғаннан кейін үстінен қызанағымызды салып, қызанақтың үстінен 2 ас қасық тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, қатты отта 5 минуттай жақсылап қуырып аламыз. Помидордың суы шыққанша жақсылап 5 минуттай қуырып, сосын баяу отқа қойып, бетін жауып қоямыз. Осылай қатты отта 5 минуттай тұру керек, сосын баяу отқа қойып, бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Астын өте баяу отына қойыңыздар, сосын бетін ашып, мінекей қыздар, салатымыз уже дайын. Астын өшіріп, 5 минутқа тағы да бетін жауып қоямыз. Сосын барып қыздар, салатымыз дайын. Ыстықтай ұсынсаңыздар да болады, салқындай жесеңіздер де болады. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Менің парақшама тіркеліп, қолдау көрсетіңіздер. Тағы да басқа рецепттермен бөлісетін боламын қыздар сіздерге.